Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ ірімшікті бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқа, қаймақ және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды салып, осы заттарды бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыз болады. Содан соң қопсытқыш және тұз салып тағы да араластыратын боламыз. Енді аз мөлшерден ұн сала отырып араластыратын боламыз. Барлық ұнды салып араластырып болған соң бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Осы қамырды қапшыққа салып, шамамен 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз да, тоңазытқыштан алып шығып, екіге бөліп, азғантай ұн себе отырып, бір бөлігін осылай жайып аламыз. Қамыр тым қатты қалың болып кетпегені де дұрыс. Енді осы жазылған қамырды кез келген формаға дәл видеодағыдай салып, ішіне туралған моцарелла ірімшігін салып шығамыз да, оның үстінен кез келген үккіштен өткізілген қатты ірімшіктерді себеміз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін дәл жаңағындай етіп жазып, бәлішіміздің үстін сол бөлігімен жауып, жан-жақтарын жақсылап бекітіп шығамыз. Пышақпен мен секілді өрнектер салып шықсаңыз болады. Сүт және жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Содан соң ақ кунжуттар себетін боламыз. Енді 180 градусқа шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Осымен біздің өте дәмді ірімшікті бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар.